Қасқыр, ұлу және соналар. Бірде қасқыр орманды аралап келе жатып, ұлуды басып кетіпті. Ол заманда жануарлар бір-бірімен адам сияқты сөйлесе біледі екен. Сонда ұлу: "Сен қандай жауыз қасқырсың? Әлсізді неге таптайсың? Неменеге мақтанасың? Егер мен қаласам, сенен де жылдам жүгіремін. Жолдастарың да мені қуып келе алмайсыңдар. Қаласаң, кел бәс тігейік" депті оған. "Ой бейшара, сонда саған қуып жете алмаймын ба?" "Иә қасқыр, ертең таң атпастан бауырластарыңды осындай ертіп кел. Қайсымыз гаронның жағасына бірінші болып жететінімізді көреміз." "Жарайды, кеттік." Қасқыр жолын жалғастырды. 20 қадам ілгері басқаны сол екен, сонаның ұясын басып кетеді. "Қандай зұлым қасқырсың? Әлсізді неге аяғыңмен таптайсың? Біз соналар кішкентаймыз, бірақ сенен қорықпаймыз. Керек болса, бәс тігейік. Біз сені де, сенің жолдас жораларыңды да суға батырып жібереміз." "Сендер ме, кішкентай соналар?" "Иә, біз қасқырмыз. Ертең, таңертең бауырларыңмен бірге осы жерге кел. Сендерді гароннаға батырып тастау үшін қанша уақыт кететінін көрейік." "Жарайды, келеміз." Қасқыр дереу өз халқына ескерту үшін кетті. Ал ұлу соналарға: "Достар, бүкіл сона халқына хабарлаңдар, менің ұлуларым да ондай шақыруға міндетті түрде жиналады. Гароннаның жағасында өтетін талдардың бұталарына жасырыныңдар. Біз қасқырларды сендерге айдап әкелеміз. Сендер ыңғайлы уақытта суда оларды шағыңдар" дейді. "Жарайды, ұлу айтқанының орындалады, жасайық" деп келіседі. Ал соналар уәделерін орындау үшін ұшып кетеді. Ал ұлу өз достарын гароннаның жағасына дейін әрбір 5 қадам сайын ұлу бойымен орналастырды. Келесі күні таңертең күн көтеріле бере қасқырлар мен ұлулар жүгіру басталатын келісілген жерде болады. "Ұлу, сен осындасың ба?" "Осындамын. Қасқырлар, бастайық." Қасқырлар шаба жөнелді. Олар жүгіріп бара жатып, "Ұлу, қайдасың?" деп айқайлайды. "Осындамын, қасқырлар" деп жауап береді. Жол бойында әр 5 қадам сайын орналасқан ұлулар. Қасқырлар гароннаның жағасына жүгіріп жеткен кезде үйеңкі бұталарынан қарақұрым қаптай ұшқан соналар жыртқыштарға бас салып, ызың-ызың ете аяусыз шаға бастады. Қаттырақ, қаттырақ! Байғұс қасқырлар өзенге секіріп, тек тұмсығын ғана судан шығарып жүзіп жүреді. "Тұмсығын, тұмсығын!" Соналар ызыңдап қасқырлардың тұмсығын шаға бастайды. Қасқырлардың бәрі суға батып кетеді. Ал ұлулар мен соналар дән риза болысып орманға оралыпты.